Қайырлы күн, достар, қалдарың қалай? Бүгін бізде еңбек сабағынан өте күшті тақырып өтейін деп жатыр. Өте дәмді пирожное, картошка жасаймыз. Сендер осы күнді көп күттіңдер ма? Қолдарыңды жақсылап, сабындап, әп-әдемі қылып жуып келдіңдер ма? Сабаққа дайынсыңдар ма? Олай болсын, бастайық, кеттік. Бірінші бөлімі парақшада. Біз бүгін балалармен еңбек сабағында пирожный картошка жасауға кірістік. Әр оқушының көңіл-күйі керемет болды. Өйткені оларға бұндай еңбек сабағы қатты ұнайды. Өздерің білетіндей, пирожный картошка біздің балалық шақтан бері келе жатқан ең ұнайтын тәтті бәлішке ұқсайтын дәмді тағам. Соны мен балалармен бірге бүгін жасап көрдік. Ал қалай ойлайсыздар? Оларға ұнады ма? Балалар, бүгінгі еңбек сабағы сендерге ұнады ма? Келесі еңбек сабағын күтесіңдер ма? Олай болса ас болсын. Қазір сендерге сыйлықтың бар, ол осындай керемет скитл. Сендердің көптеген еңбектеніп жасаған пирожныйларына осыны қосып, қазір пирожный жеп болғанса сендерге бөліп беремін. Жарай ма? Олай болса, кәнеке ас болсын, жей беріңдер. Қане, дәмді ма? Кәнеке.